Кімде маңда проблема бар. Бензин, машина қыздырасыз, бензин иісі шығады, кәдімгі бензин иісі шығады. Терезе ашқанда шығады да, осы терезе ашқанда шығады, машина жүріп жатырған шығады, машинаңыз тартпай қалады, баспай қалады басатын жерде. Сосын глушительдің аты тарсылдап, тарс деп. Ол көп адамдар мысалы бензин шығады деп бензин бакты қарайды, крышканы қарайды, таба алмайды, астын қарайды, мотор жақты қарайды, ағып тұрған, тамып тұрған, иіс шығып тұрған жер жоқ, бірақ машина қыздырғанда шығады да, терезе түсіргенде осылай. Ол проблемасын, если сіздерге қызықты болса осы проблема, комментария қалдырайық, лайк басайық. Мен соған отдельный видео түсіп берем, қалай тексеру керек екен, видео түсіп берем, қалай жасау керек екен. Вот видео, бір видео салам барлығы. Бірақ ол любой машинада болады ол проблема. Toyota'да болсын, Estima'да болсын, Ipsum'да болсын, Nexia'да болсын, Cobalt'та болсын, бүкіл Vaz'да болсын, любой машинада бар ондай жағдай кездеседі. Сондықтан лайк басып, коммент қалдырайық. Скоро шығарам. Если керек болса, керек емес, білем, анау шығармам, если керек, қараймыз, көрейік деген адамдарға шығарам. Осы видео десе болды ғой. Дайын ол, өз машинам шығарам, қалай тексеру екен көрсетем. Сол бүкіл машинада кездесетін аурулардың бірі. Көбісі біле бермейді негізі.